Сәлем балалар. Бүгін біздің сабақта әліппе 1-ші сынып, 11-ші және 12-ші сабақтар. Ең алдымен 11-ші сабақта сөмкеңде нелер бар? Тақырыбымыз дыбыс, буын, сөз. Бірінші тапсырмамыз сөмкеңде нелер бар? Бірінші суретте кітап берілген, иә? Кітап деген екі буын. К дауыссыз дыбыс көк нүктемен берілген, дауысты дыбыс қызыл нүктемен берілген, Т дауыссыз дыбыс көк нүктемен берілген, А дауысты дыбыс қызыл нүктемен берілген, П дауыссыз дыбыс көк нүктемен берілген. Екінші суретте балалар дәптер. Дәптер дегенде екі буын. Д дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, П дауыссыз дыбыс, Т дауыссыз дыбыс, Е дауысты дыбыс, Р дауыссыз дыбыс. Яғни балалар дыбыс, буын, сөз. Ең алдымен біздер сөзге қараймыз, одан кейін кішкентай тор көздердің ішіндегі көк және қызыл нүктелерге назар аударамыз. Екінші тапсырмамыз кітаптар. Бұл жерде екі кітап берілген, яғни біз оны кітаптар деп айтамыз. Кітаптар, үш буын. К дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, Т дауыссыз дыбыс, А дауысты дыбыс, П дауыссыз дыбыс, Т дауыссыз дыбыс, А дауысты, Р дауыссыз. Екінші суретте дәптерлер. Дәптерлер, үш буын. Д дауыссыз, дауысты, П дауыссыз, Т дауыссыз, Е дауысты, Р дауыссыз, Л дауыссыз, Е дауысты, Р дауыссыз. Яғни балалар, дауысты дыбыстарды біз қызыл нүктемен, ал дауыссыз дыбыстарды көк нүктемен белгілейміз. Ең алдымен сөзді буынға бөлеміз, одан кейін дауысты және дауыссыз дыбыстарға бөлеміз. Балалар, үшінші тапсырмамыз ең бірінші суретте сызғыш. Сызғыш, яғни екі буын, екі дауысты дыбыс, төрт дауыссыз дыбыс. Екінші суретте қарындаш. Қарындаш, үш буын. Бес дауыссыз дыбыс, үш дауысты дыбыс. Үшінші суретте қалам. Қалам, екі буын, үш дауыссыз дыбыс, екі дауысты дыбыс. Төртінші суретте ермексаз. Ермексаз, үш буын, бес дауыссыз дыбыс, үш дауысты дыбыс. Осылай балалар, өзіміздің сөмкемізде бар заттарға назар аударып, оларды осылай буынға бөліп, онда неше дауысты және неше дауыссыз дыбыстар бар екенін талдап үйренеміз. Балалар, яғни бұл тапсырмамыз, тақырыбымыз дыбыс, сөз, буын болды. Енді 12-ші сабағымыз, ол да жаңағы айтып өткеніміздей дыбыс, буын, сөз деп аталады, тақырыбымыз 12-ші сабақтың да. Балалар, сендерге мен түсінікті болу үшін бұның тақырыптарының барлығы бірдей болғандықтан біріктіріп үйретіп жатырмын. Сондықтан сендер осыны тезірек ұғып алуға тырысыңыздар. Ең алдымен біз сөзді аламыз, қандай сурет берілген, сол сөзді алып, одан кейін оны буынға бөлеміз. Содан кейін балалар дауысты және дауыссыз дыбыстарға бөлеміз. Енді 12-ші тапсырмамызға келетін болсақ, 12-ші сабағымызда тақырыбымыз дыбыс, буын, сөз. Білім кітапта. Ең бірінші суретте аққу берілген. Аққу, екі буын. А дауысты дыбыс, Қ дауыссыз, Қ дауыссыз, У дауысты. Екінші суретте торғай. Торғай, екі буын. Т дауыссыз, О дауысты, Р дауыссыз, Ғ дауыссыз, А дауысты, И дауыссыз. Үшінші суретте тоқылдақ. Тоқылдақ, үш буын. Т дауыссыз дыбыс, О дауысты дыбыс, Қ дауыссыз дыбыс,
дауысты дыбыс, Л дауыссыз дыбыс, Д дауыссыз дыбыс, А дауысты дыбыс, Қ дауыссыз дыбыс. Балалар, сонда бұл үш сурет ненің белгісі? Бұлар құстар деп есептелінеді, иә балалар? Ең бірінші суретте аққу, екінші суретте торғай, үшінші суретте тоқылдақ. Бұлар құстар. Көк нүктемен берілген бұл дауыссыз дыбыстар деп айтамыз, ал қызыл нүктемен берілгенді дауысты дыбыстар деп бөлеміз, балалар. Екінші тапсырмамыз суретте, бірінші суретте күн берілген. Күн деп бос тор көздің ішіне мен үлкен етіп жазып қойдым, балалар. Күн деген бір буын. Екінші суретте мысық, екі буын. Үшінші суретте бидай, яғни арпаның түрі, иә? Бидай деп екі буынға бөлеміз. Осылайша тор көздердің ішін толтырамыз, балалар. Балалар, яғни осылай сурет көрсетіліп, оның астында тор көздер берілген болса, сол сөздерді ішіне жазып, оның неше буыннан құралған екенін жазасыздар. Осылайша үшінші тапсырмамыз, ең бірінші суретте кірпі деген екі буын. Екінші суретте бір буын. Үшінші суретте тауық, екі буын. Төртінші суретте алма, екі буын. Бесінші суретте піл. Балалар, осының барлық сөздердің, балалар, яғни осы көрсетілген суреттегі сөздердің ең бастапқы әріптерін алу арқылы, мысалы, кірпіден к дыбысын, деген сөзден дыбысын, тауық деген сөзден т дыбысын, алма деген сөзден а дауысын, піл дегеннен п дауысын алу арқылы кітап деген сөзді шығардық, иә балалар? Кітаптен екі буынға бөлінеді. Осылайша балалар, біздің 11-ші және 12-ші сабағымыз аяқталды. Балалар, менімен бірге болып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар.